Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік болып шығатын карамель қыз тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте қызықты рецепттерді таба аласыздар. Ең алдымен торттың корждарын жасайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз, жұмсап тұрған сары майды саламыз, вареная сгущенка саламыз. Осындай бір банкасын қолданамыз. Сапалы түрін пайдаланыңыздар. Барлығын салып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып, ұнды електен өткізіп саламыз. Тағда барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Осындай қою масса, қою қамыр дайын болады бізде. Енді пісіретін пергаменттерімізді дайындап аламыз. Мен 24 диаметрлі форманың көмегімен пергамент қағазына осындай із түсіріп алдым. 2 ас қасығында тола осы қою қамырымызды салып, жұқалап, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Пешіміз 180 градуста қызып тұрған болу керек. 3-4 минут уақытта әрбір кожды пісіріп аламыз. Кождарымыз өте тез пісіп шығады. Қарап тұрамыз. Пергаментінен алып, суытатын боламыз. Менде барлығы болып 8 кож дайын болды. Осындай жұқа, өте жұмсақ, нәзік кождар дайын болады. Енді крем дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікті саламыз ыдысқа, үстіне қойылтырылған сүт, яғни вареная сгущенка, сосын қант ұнтағын салып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне клейгейді, яғни сливкиді құямыз. Сливки бізде 33% болуы керек. Сливки, сүзбелі ірімшік барлығы бізде тоңазытқышта мұздап тұрған болуы керек. Міне осындай қою крем дайын болады бізде. Біздің кождарымыздың барлығы суыды. Енді тортымызды дәл видеодағыдай жинауды бастаймыз. Бірінші торт жинайтын ыдысымызға кішкене крем жағып аламыз. Тортымыз қимылдап кетпеу үшін. Сосын үстіне корж крем етіп тортымызды жинап аламыз. 2 ас қасықтан крем жағып шығамыз. Тағда аздап кремді торттың үстін қаптауға алып қаламыз. Барлығын жинап болып, үстіні пакетпен, пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа не болмаса, бір түнге салып қоямыз. Бір түн тұрған кремдері сіңген тортымызды кольцосынан дәл осылай шешіп аламыз. Енді алып қойған кремімізді жағып, торттың үстін қаптап аламыз. Торттың үстіне қандай оформление жасау өз қалауларыңызша, мен үйде өзімізге жасап жатқандықтан ешқандай оформление жасамаймын. Осы қалған креммен торттың үстін қаптап шығамын. Үстін барлығыны дәл видеодағыдай осылай тегістеп аламыз. Ол қатты қиын емес. Енді үстіне мен шоколадты ганаш құямын. Қазақстан шоколадын пайдаланамын. 50 грамм Қазақстан шоколадына 50 грамм сливкиді қосып, микроволновкада ерітіп аламыз. Сосын оны кішкене бөлме температурасында суығанша күтеміз. Ыстықтай торттың үстіне құймаймыз. Ыстықтай құйсақ, торттың кремі еріп кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене жылытып барып, дәл видеодағыдай торттың үстіне шоколадты ганашты құямыз. Шеттеріне кішкене осылай ағызып аламыз. Сонда өте әдемі көрінетін болады. Үстіне өз қалауларыңызша әртүрлі жеміс жидектерді қойып әсемдесеңіздер болады. Мен олай әсемдемедім. Дәл осы кремнен аздап алып қалып, гүл насаткасымен осындай гүл түсірдім. Үстіне аздап миндаль жаңғағынан сеуіп қойдым. Бұл міндетті емес, сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Үй жағдайында өздеріңізге жасасаңыздар, ешқандай ганаш та бетіне жақпай жей берсеңіздер болады. Өте дәмі ерекше, өте нәзік, жұмсақ торт болып шығады. Жасалу жолы қатты қиын емес. Кез келген әйел жасай алады деп ойлаймын.
осы тортты сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міне сіздерге ішіні кесіп көрсеттім. Іші де өте әдемі, тәбетті ашатын болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.